Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгін төрдегі сөз сырлы сұхбат музейлік жобасының қонағы ұлттық қолөнер шебері қыш құмыра жасайтын қолөнер шебері және нөмір 16 Максим Горький атындағы мектептің ұстазы біздің жанымызда көп жасар тілектес Әбдіқадырұлы келіп отыр. Қош келдіңіз. Біз енді қазір мына жерде қаншама дүниені көріп отырып, сізбенен жақсылап бірінші танысып алсақ, осы елдің тумасысыз, осы өнерді өзіңізге серік етіп келе жатырсыз. Соған қашаннан бастап айналысып жатырсыз? Сол жайында бір-екі ауыз тоқталып өтсеңіз. Бұл жұмысты бастағаныма 8-9 жылдай болды. Тарихына тоқталып өтетін болсақ, өзіміздің өнім жергілікті осы жерден 80 шақырым жерде Қуандария бойынан топырағын алып, қазір жасап жатқан жайымыз бар. Негізі көп жерде шикізатын сатып алып жасайды. Біз қолдан жасаймыз. Өздеріңіз дайындап? Өзіміз дайындаймыз. Өзіміздің өңірдің топырағы? Енді бұның қандай сіздің басты мақсатыңыз болды? Бұны қалай сіз осы өнерге келдіңіз өзіңіз? Құмыра жасауға? Ең бірінші осы сыртта жүрген кезде осы құмыралардың сынықтарын көріп, неге осы біздің жерде жасалмасқа кезінде жасалған деген ой келді. Содан осы жұмыс басталып кетіп, осындай дәрежеге жеттік қазір. Енді бұл қыш құмыраны жасаған кездерде бұның көпшілік біле бермейтін сырлары көп қой. Көп, иә. Иә, бұның жасалу технологиясында да қиыншылығы да бар, қызығы да бар. Бар. Өзіңіздің есте қалған бір қиналған сәттеріңіз, болмаса бір жақсы шыққан туындыңыз туралы айтып өтсеңіз. Бұны ең бірінші маған қиындық тудырған кезде, әдепті басталған кезде, осы құмыраны балшықтан жасалғаннан кейін күйдіру барысында көп сындырдым. Сынай бет, неге шықпайсқа деп. Сөйтіп кейін зерттей келе, осының құрамындағы қалай илеу әдісін, қалай дайындау керек, соның бәрін толықтырғаннан кейін барып осындай нәтижеге қол жеткіздік. Сіз өзіңіз бұл өнерді алып келе жатқанда сізде ұстаз бар шығар, да? Бұны үйретіп отырған. Сіз кімге қарап бұны үйрендіңіз? Ешқандай ұстазым жоқ. Бұрын YouTube арнасынан көріп жүргенмін. Содан жасатыным жоқ. Өзім осы жұмысты бастағаннан кейін жайлап үйреніп кеттім. Өзім оқып, өзім шыңдалып келе жатырмын дейсіз ғой, иә? Енді тоқталып өтсек болады. Енді сізді өмірге әкелген ата-анаңыз туралы айтсаңыз. Тектілік тұқым қуат дейді ғой, тектілік. Әкемде отыңыздың басында бар болып тұр ғой. Әкемде бар. Әкем ағаш ұстаз шебері болып, ағаш темірді қоса алып жүрді. Әбдіқадыр деген кісінің баласымын. Ол кісі қазір таңда өмірден өтіп кетті, 20 жылдай болды. Ағаш пен темірді тең алып жүрді. Бізге де дарыған шығар осы қыштан. Анаңыз да менің білуімше ұстаз болды. Көптеген шәкірттер тәрбиеледі. Өзіндік орны қалыптасқан үлкен ұлағатты ұстаздардың бірі де бірегейі. Мына оттың басында алған үлгілі сондай өнегеңізді бүгінгі күні өзіңізде жас ұрпақтарға үйретіп келе жатырсыз, Құдайға шүкір. Енді қазіргі жастарға қыш өнерін үйрену туралы не айтасыз? Жас таланттарға қандай кеңестер берер едіңіз? Мектебімізде 5-6 сыныптар арасында үйірмеміз бар, жүріп жатыр. Оқушыларымыз өте көп, қызығушылық көп балдарға. Ата-аналар тарапынан да қазір Сипранова заманында осы балалар тәуелді болып кетті ғой, телефон дегенге. Мысалы, соны айтып, әкеліп, сырттан да осы мен баламды алшы, осыны үйренсін деп. Сондай көп балдар, қызығушылығы көп балдар. Бар ғой, балдардың қызығушылығы. Бұл өнерді арман қарата дамытамыз ғой, Құдай қаласа. Дамытамыз. Енді мына жердегі біз бірталай дүниелерді көріп отырмыз, осының сыртында түрлі өнерлерді жаңағы суреттеген екенсіздер. Бұл ненің белгісі? Оларды қандай? Оқушыларға салдырғанбыз. Сақ тайпасының нелерімен, парламент жазуларымен салдырғанбыз. Аларға тоқталып өтсеңіз кішкене. Жасалу технологиясын айтатын болсақ, ескі әдіспен жасаймыз. Бірінші топырақты алғаннан кейін, ол бірден жасалмайды. Топырақты алғаннан кейін, суға жібіткеннен кейін өте майда сеткіден өткіземіз. Одан кейін оны тағы да екінші рет тазалаймыз. Одан кейін дайындайтын кезде қоға бар ғой. Қоғаның басындағы үпілдірігін қосамыз бұған. Көне әдіспен жасаймыз. Үпілдірік бұған
беріктік мықтылық береді мысалы. Иә. Бойының көтеруіне байланысты мықтылық береді. Сондай көне әдіспен жасаймыз. Енді осы құмара жасау кездерде бір адам шабыттанады ғой. Адамда шабыт болмаса еш нәрсе ол дүниеге келмейді ғой. Сондай кездерде өзіңізге шабытты қайдан аласыз? Ең әсерлі, ерекше шыққан жұмысты атай аласыз ба осы жерде? Мықты көңіліңізден шыққан. Шабыт, әрине шабыт болмаса қол жүрмейді ғой. Мысалы, өзім қызған осыны жасап, бір жұмысты аяқтағанша шыдамдылық керек. Соның бәріне төзіп, шыдамдылық танытамын. 7-8 жылдан бері осыменен уже айналысқаннан кейін уже мынаның әрқайсысы өзіңізден өрбіген бала сияқты өзіңізге өте ыстық. Солай ғой. Иә, бұның пайдалы жерін айтып кетейін. Мысалы, сол қышқа су құйып ішетін болсақ, мысалы, өзі құйған кезде бойына керек емес заттардың бәрін бойына сіңіріп алады да, сізге былай айтқанда таза су береді, жан суын таза. Бұл енді біздің қазіргі тұрмыста қолдануымызға егерде мүмкіншілік болса, осындай қыш дүниелерді қолдансақ өте пайдалы болар еді, иә? Бұған адам денсаулығы үшін. қазір мына тамақ жасау жағынан осы қышпен болып жатыр ғой. Біз осыған тамақ жасап көргенбіз, осыны градусқа пайдаланып, тамақ өте дәмді шығады. Мінекей. Бұның бірнеше сырлары бар дейсіз. Самса кесе деп айтамыз. Самса тамақтар бар, неге салып қойып пеште пісіретін. Соған салып біз пісіріп көргенбіз. Енді мына жерде біраз тұрмыстық бұйымдарды көріп отырмыз. Мына дүниенің не екеніне тоқталып кетсеңіз. Бұл 2 жылдай зерттеп барып шыққан жұмыс. Айтқанда кірпіш. Кірпіш қандай кірпіш десеңіз, мынау халық арасында айтылып кеткен ғой, Николай кесегі деп. Өте көне. Біз мектебімізде білесіз, 100 жылдан асып кеткен. Осындай кірпіштен салынған. Әлі сол күйінде сақталып тұр. Соның технологиясымен жасалған, иә. Бұны біз суға да, ызаға да, сорға да салып зерттегенбіз. Бәріне шыдам беріп тұр. Қазіргі таңда біз осы кірпішті басқа жақтан сатып аламыз, шетелдерден. Мысалы, үй қаптауға, мысалы, өзімізде өндірсек, бұл ешқандай бояусыз, таза табиғи өнім. Осы мынау тұрған жасалған дүниенің барлығында ешқандай краска қосылып тұрған жоқ, тек қана топырақтың өзіміздің түсі, иә? Топырақтың түсі, иә? Басқа жақтың құмырларымен салыстырсаңыз, осы түстері әртүрлі болады. Біздікі осы ерекше қызылда болсын, осы сарғыш болып келеді, әдемі. Өзіміздің жергілікті жердің топырағы. 1100 градуста күйдіреміз. Рахмет, бүгін енді өте жақсы сұхбат болды. Ендеше көрермендер үшін қыш құмыраның қалай жасалатынын көрсетсек. Жақсы, көрсетейік. Арнайы шикізат аламыз. Оны өзінің жасайтын затына байланысты, үлкен болса үлкен аламыз, кіші болса, кіші зат болса кішісін алатын боламыз. Енді бұл жерде шеңбер бар, мынаның бойында. Бұл да ең бірінші қателік кететін жер. Шеңберге дұрыс орналастырмасақ, бұл жасаған затымыз қисық шығып кетеді. Мысалы, былай қойса шеңбер емес, мысалы. Шеңбер, мысалы, ортасында. Ешқандай қиындығы жоқ. Мысалы, кесе жасап көрсетейік. Қолды сулап отырамыз. Жақыннан көрсеңіздер болады, балдар. Biraz kere.
бұны жасап отқан кезде ешқандай ештеңе ойламайсыңдар олдар. Ана бастарың күшті демалатын болады. Осыны кішкентай жасап алып, кесіп тастап жасауға болады. Кесетін кезде немен кесіп алып, арнайы капронмен. Ешқандай қиындығы жоқ. Көріп отырғаныңыздай, бұл өнер шыдамдылық пен шеберлікті талап етеді. Құрметті көрермендер, тілектестің сырлы әңгімесі мен шеберлік сағатын тамашалап, ұлттық қыш өнерінің байлығы мен нәзіктігін көрдік. Тілектес Әбдіқадырұлына шынайы алғысымызды білдіреміз. Бүгінгі сұхбатты тамашалағандарыңызға шын жүректен рахмет. Егер біздің жобамыз сіздерге ұнап жатса, YouTube арнамызға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Бүгінгі сұхбатымыз сіздерге қызықты әрі пайдалы болады деп сенеміз. Келесі кездескенше күн жақсы болсын.